Қазақ ұлттық кәсіби театр өнерінің негізін қалаушылардың бірі, көрнекті актер, КСРО халық әртісі, КСРО мемлекеттік сыйлығының лауреаты Қалибек Қуанышбаев 1893 жылы Қарағанды облысы Қарқаралы ауданы Сарытаудың бауырында дүниеге келді. Көз ашық данагөй қария Мұхаммед-Әли Толыбаевтан өздігінше хат таныды. Зерек шәкірті болды. Абайды көріп, тәлім алған мауқай өнерпаздың мектебін көрді. Үй іші ауыл арасында табан асты тауып айтқыштығымен, уытты әзіл сықағымен көзге түсіп жүрген талантты бала 1914 жылы алғаш рет жәрмеңкеде өнер көрсетеді. 1922 және 1925 жылдарда Қазақ автономиясының мерекесінде Қоянды жәрмеңкесінде атақты өнерпаздар Иса, Майра, Қали, Қажымұқан, Омар, Зәрубай тағы да басқаларымен бірге өнер көрсетіп, даңқы арта түседі. Енді менің бақытым Қалекиді көргенім, Қалекимен сахналас болғаным бақытым. Қалеки маған енді өмір бақи азық, есіме жиі түседі. Шәкен бәрі, кейбір қиналғанда осыған Шәкен қалай қарар еді, осыған Қалеки қалай жауап берер еді деп соларға сұрақ қоям, кейде жауап алам. Міне сондай адам. Көп ұзамай Қалибек Қуанышбаев театрға сол кездегі Астана Ақ мешітке сапар шегеді. Осында өзі сияқты халық таланттарымен бас қосып, қазақтың кәсіби театрының іргетасын қалауға кірісті. Бүкіл саналы ғұмырын ұлттық сахна өнерінің қалыптасуына және одан әрі дамып өркендеуіне, кәсіби рухани жетіліп толысуына арнады. Оған өлшеусіз үлес қосты. Қалибек Қуанышбаев дейтін бұл әмбебап өте бір талантты, құдіретті кісі еді. Қалибек адамыз өте бай, тез арада жауап беріп, тез арада сол іске асыруға ұйымдастыратын тұғын. Енді ол кісі көптеген спектакльдерде сондай кеңесші болып жұмыс істеді. Ал енді ол кісінің жаңағы қайраткерлігі, мемлекетке өнер қайраткері болып сіңірген несімен қатар жалпылама депутат болды. Театрдың тағдырын, актерлардың тағдырын жоғарыға ұсынылғанда ол кісі белсене қатысып, талай таланттарының көзін ашты. Жалпы Қалибек актердің шыңдалуына Мұхтар Әуезовпен достығының әсері мол болды. Ұлы суреткердің Абай романы бойынша қойылымда Құнанбай бейнелерді актердің шығармашылық жақсы белестері. Ал Абай трагедиясындағы кемеңгер Абайдың бейнесі актер өнерінің биік шыңы, ұлттық сахнаның үлкен табысы болды. Сахнадағы ғажап сөз саптау мәнері, қазақ сөзінің құлақ құрышын қандырар, үн әуезі оқып үйренер нағыз мектепке айналды. Бірақ қарт-қариялардан сұраңдаршы, сол ел 2 жасқа көз жастарын қалай төккен екен, Кеңгірбайды қалай қарғаған екен, оны әулие деген жоқты халық, қабан деген. Әне, осы бекер еді деп айтшы бірің маған. Біз оғысыны өнеге етеміз. Біздің ұлы актеріміз. Ал кімің бар, кімің өтті дүниеден дегенде сол қарттарымыздың бел ортасына Қалибек Қуанышбаевты айтамыз. Үлкен өмір мектебінен өткен, халықтың бай ауыз әдебиетін жақсы білетін, сахнаға халықтық өнердің асқан бай тәжірибесін әкелген, актердің ойыны шынайылығымен ерекшеленді. Ұлттық актерлық мектептің негізін қалаған тұлға Қалибек Қуанышбаев Қарашаңырақ театр сахнасында 160-тан аса рөл сомдап, сахна шебері ұлттық кино өнерінің дамуына атсалысып, халықтық өнердің бай тәжірибесін орыс театрының көркемдік дәстүрлерімен байытып отырды. Ал сөзге шебер, әзіл қалжыңға бай актердің шағын күлдіргі әңгіме пьесаларымен өлең сықақ қағытпалары, түйрегіш және шаншарлар атауымен жеке жинақтары болып жарық көрді. Қалибек Қуанышбаев қазақ театр әлемінде нөмірге өзек нөмір бірінші артист. Егер бұл кісіні зерттейім деген адам болса, әр рөлі бір кітап. Әр жасаған бейнесі бір мектеп. Әр ойнаған рөлі әрбір артистке үлгі.
бұл кісінің бойындағы ұлттық мінезге сай, бұл кісінің бойындағы қазақтық, қазақи, ұлттық дәстүрлі актер оларды шыңдарға көтерілген адам. Ол кісінің айналасында ұлы актерлар болды, соның арқасында шығар ол кісі сахнада партнерларыменен талай жетістікке жетті. Ол осы театрдың іргетасын қалаушы Қалекеймен қатар Серағаң, Елағаң, Құрағаң, Қапекең, Шәкен ағам, Құрманбек ағам. Міне осыдан кейінгі поколение, осы қазіргі поколениенің бәрінің ең басында осы кісілер тұрды. Сонау 36 жыл қазақ өнерін Москваға көрсетіп қайтқан адам. 26 жылдары ашылғаннан бастап сол бұл кісі өнердің қай жерінде қандай жиын болсын, я болмаса қандай бір үлкен тұлғалы сөз болсын, соның бәрін атсалысып қатысқан. Актерлік өнердің қыры мен сырын халыққа жеткізуде аянбай еңбек еткен ұлы Абыз Ақсақал. Театр өнерінің абызы Қалеки. Кезінде Алматы театр училищесінде ұстаздық етіп, шәкірттер тәрбиелеген Қалибек Қуанышбаев бар білім білігін өнер кәдесіне жаратты. Орыс режиссерлеріне көп ретте кеңесші, театр ұжымына ұйытқы, жастарға шын мәнісіндегі ұстаз бола білді. Әріптестерімен қатар халықта сүйіп Қалеки атаған Абыз 1959 жылы денсаулығына байланысты сахнамен қоштасқан соң да театрдан қол үзбеді. Халық сүйіспеншілігіне бөленген актер қоғам қайраткері ретінде көп жұмыс атқарды. 3 рет КСРО жоғарғы кеңесі депутаттығына сайланып, халық аманатын орындауға көп күш салды. Қалибек Қуанышбаевтың өнерге, халыққа сіңірген қалтқысыз еңбегі мемлекет тарапынан лайықты бағасын алып, ол Қазақ КСР және КСРО халық әртісі, КСРО мемлекеттік сыйлығының лауреаты, құрмет белгісі, еңбек қызыл ту, Ленин ордендерімен марапатталды. Қазақ ұлттық кәсіби театр өнерінің негізін қалаушылардың бірі Қалибек Қуанышбаевтың есімі халық есінде. Қарқаралыдағы ол тұрған үйге мемориалдық тақта қойылған. Астанадағы академиялық музыкалық драма театрына Қалибек Қуанышбаев есімі берілген. Ал ең бастысы, бүгінгі таңда кеңістігі ұлғайған қазақ театры Қалеки Абыздың дәстүрін лайықты жалғастырып келеді.